Құрметті қазақстандықтар, бүгінгі елімізде болып жатқан жағдайлар кезінде қайтыс болған бауырларымыздың туған туыстарына, ата-аналарына қайғырып көңіл айтамыз. Бүгін Шығыс Қазақстанның патриот спортшылары барлығы осында. Бұл бауырларымыз талай додаларда ел намысын қорғап жүрген азаматтар. Бүгін де осы қиын жағдайда спортшылардың барлығы осы елмен бірге. Бауыржан атамыз айтқандай, тәртіпке бағынған құл болмас, тәртіпсіз ел болмас дегендей барлығымыз тәртіпке бағынайық, сабырлық сақтайық. Бұндай жағдайлар болашақта қайталанбай қойсын. Спортшылар елмен бірге. Ассаламуалейкум, құрметті ағайындар. Шынында да осы соңғы күндер болып жатқан жағдайлар қарап жүрегім ауырады. Біз Өскемен қаласының спортшыларының жиналып отырған мақсаты бұл елдің тыныштығы. Өлексөге үймелеген құзғын да өзінше бақытты, көршінің сыбағасын тартып ішкен ит те өзінше бақытты дейді. Мына жағдайларға қарап, адамды адам өлтіріп жатқанда, тонап жатқанда, ғимараттарды талқандап, қиратып жатқан кезде, осы екі аяқты бақыттылар сол хайуандардан артық емес ау деп ойлайсың. Сондықтан да бұл жағдайлар қайталанбасын болашақта. Сабырлық болсын. Жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын.